Ормандағы биік мұнарада Годель ханшаны туған қызындай мәпелеп өсіреді. Аңсаған өзің, тілегім менің. Сөйтіп, мәңгілік жастық гүлін тапқан Годель оны жұрт көзіне түсірмей құпияда өсіреді. Бұл жерде неге шығуға болмайды? Төңіректің бәрі толған қауіп қатер, айнала қаптаған зұлым адамдар. Сондықтан саған осы жер қауіпсіз. Түсіндің бе, күнім? Япа. Дегенмен, мұнара барлығын жасыра алмайды. Жыл сайын патша мен патшайым аспанға мыңдаған шам ұшыратын. Жоғалған ханша бір күні оралар деген үмітпен өмір сүрді. Уолт Дисней ұсынады. Паскаль қайда кетті екен? Қай жерге тығыла қалды өзі? Ұсталдың! 22 ұпаймен алда келем. Олай болса 45-ке дейін ойнайық. Жарайды, ал сенің не істегің келеді? Жоқ, ол жаққа баруға болмайды. Маған осы жер ұнайды, саған да ұнайды ғой. Қойш, Паскаль, бұл жер соншалықты жаман емес қой. Рапунцель. Таңсәріден жетіде оянамын, үй жинаймын жарқыратып айнадай. Кірменеден жуамын, жаң сүртемін, 15 минутта үйдің іші тап-таза. Кітап оқимын, білім нәрін сусындап, қылқалам алып, сурет салуды ұнатам. Ән салам тоқимын, бәліш деп пісірем, бақытқа қашан жетер екем. Асыр салып ойнап ас әзірлеймін, кесе тігем шахмат ойнап би-билеп. Балауыз құты жасап үйренгенмін, зеріксем шынығам, көйлекті де тігем. Кітаптарды бастан аяқ оқып шыққам, қабырғаға сан алуан өрнектер салғам. Құптап тараймын шашымның бақытқа қашан жетер екен. Күтем әр күнді, әр күнді, әр күнді, санап бақытымды аңсаймын. Ертең аспан шоқтарға толап, жарқырап жұлдыздай алыстан көз тартар. Неге олар жаныма жақын?